Ақпан айы тосын мінез танытып, қостанайлықтарды қар құрсауында қалдырды. Қатты боранның салдарынан республикалық маңызды жолдар жабылып, көлік қозғалысы шектелді. Өңірде полиция қызметкерлері мен құтқарушылар тәулік бойы жұмыс істеп, қақаған суықта қара жолда қалған жүргізушілерге көмек көрсетіп жатыр. Құзырлы органдар тұрғындарға сақтық шараларын күшейту қажеттігін ескертіп, ұялы телефондарға келетін ауа райы жайлы жедел хабарламаларды бақылап отыруды сұрайды. Алдағы күндері өңірде ауа температурасы болжам бойынша өзгеріссіз қалады, алайда жауын-шашын күтіледі. Временно ограниченное движение на 5 загородных автодорогах. Қазір 5 тас жолда қозғалыс шектелді. Оның 3-еуі облыстық, 2-еуі республикалық маңызы бар бағыттар. Бүгін патрульдік полиция қызметкерлері 3 автокөлікті қар құрсауынан шығаруға көмектесті. Зардап шеккендер жоқ, бірақ жүргізушілердің жылдамдық режимін сақтамауы негізгі себеп болып отыр. Синоптиктер көктемгі ауа райына да болжам жасады. Наурыз бен мамыр аралығында елдегі орташа температура климаттық нормадан 1-2 градусқа жоғары болады. Бұл ретте жергілікті билік Қостанайдағы су басу қаупі жоғары аймақтарды қатаң бақылау қалған. Однозначно нужно поставить пост круглосуточный. Қостанайдың су тасқыны қаупі бар аймақтарында тәулік бойы жұмыс істейтін бекеттер орнату қажет. Ол жерлерге кезекші қызметкерлерді бекіту керек. Арнайы техника мен мотопомпалар толық дайын болуы тиіс. Бұған қоса жеке кәсіпкерлердің арнайы техникаларында тарту үшін бюджеттен қаражат бөлінді.